Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қойылатылған сүт немесе сгущенканың жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыз. Ол үшін бізге 1 литр сүт және 1 стакан секер қажет болады. Осындай ыдысымызға сүтімізді құйып, секерімізді салып, араластырып аламыз. Секерімізді ертіп алдық, араластырып болдық. Енді газымызды жағып отқа қоямыз. Сүтімізді осылай араластырып тұруымызды ұмытпаймыз. Газге қойғаннан кейін де бастапқыда жоғарғы отта, яғни алауды барынша шығарып қойдым сүт қайнағанша. Одан кейін қайнап бастағаннан кейін біз алауды орташа және бәсеңдеу етіп қайнататын боламыз. Ұзақ уақыт қайнайтын болады. Мінекей, дәл осылай қатты қайнап жатыр. Енді газымызды азайтсақ та болады. Алаудың көлемін араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Бір сағат және 1,5 сағат арасында осындай етіп қоюлана бастайды. Осы кезде де араластырып тұруды ұмытпаймыз. Егер сіз қоюлығын қатты қою қылғыңыз келсе, ұзағырақ қайнатасыз. Мен барлығын есептегенде 2 сағаттай қайнаттым. Орташа отта. 2 сағат қайнады. Енді газымызды сөндіріп, бөлек ыдысқа құйып аламыз. Бөлек банкіге құйғаннан кейін сұйық болып көрінуі мүмкін, бірақ уайымдамаңыздар, толықтай суыған соң қоюлана түседі. Дүкендегі сгущенкадан ешқандай айырмашылығы жоқ, өте дәмді сгущенка болып шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира.